Сәлем, сіздермен Адайым. Өткен апта Атырау облысының денсаулық сақтау саласы үшін бірқатар маңызды жаңалықтармен есте қалды. Медицина ардагерлеріне құрмет көрсетіліп, аурушаңдық көрсеткіштері бойынша нақты статистика жарияланды. Сонымен қатар балаларға жоғары білікті мамандардың көмегін алу мүмкіндігі кеңейтілмек. Нөмірі 7 Атырау қалалық емханасында медицина саласында ұзақ жылдар бойы еңбек сіңірген қос ардагер 75 жасқа толған Ғазиз Қаламұлы мен 70 жасқа толған Ғазиз Зейнеденұлының мерейтойы аталып өтті. Ақ халатты абзал жандардың кәсіби жолы мен халық денсаулығына қосқан үлесі жоғары бағаланды. Мерейтой иелерінің бірі Сұпығалиев Ғазиз Зейнеденұлы мейірімді жүрек медалімен марапатталса, Есқал Ғазиз Қаламұлы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен берілген шапағат медалі табысталды. Апта барысында әлеуметтік желіде тараған Атырауда сифилис күрт көбейді деген ақпаратқа қатысты нақты деректерде ұсынылды. Ресми статистика бойынша соңғы 5 жылда аурушаңдық керісінше төмендегенін көрсетеді. 2021 жылы 72 жағдай тіркелсе, ал 2022 жылы 20 жағдай тіркелген. Яғни соңғы 5 жылда аурушаңдық 72,2%-ға немесе 3,5 есеге төмендеген. Балалар денсаулығына қатысты да маңызды жобалар жүзеге асырылмақ. 31 тамыз бен 4 қыркүйек аралығында Атырау облыстық балалар ауруханасында Мәскеу қаласынан келген білікті маман, медицина ғылымдарының докторы, профессор, балалар хирургы және балалар колопроктологиясы саласының маманы Игорь Киргизов қабылдау жүргізеді. Маман балаларға тегін күрделі оталар жасап, жеке консультациялар өткізеді. Бұл өңірдегі балаларға заманауи медициналық көмек алып, күрделі ауруларды емдеуге мүмкіндік беретін маңызды жобалардың бірі болмақ. Ал 23 тамызда Атырау облыстық перзентханаларында ерекше қуанышты оқиғалар тіркелді. Құрылтай сайлауы өткен күні өңірде 27 сәби дүниеге келді. Оның 11-і ұл, ал 16-сы қыз. Олардың біреуі егіздер. Әр туған сәби бір отбасының қуанышы ғана емес, елдің ертеңіне деген сенімнің белгісі. Өткен аптадағы бұл жаңалықтар Атырау медицинасының кәсіби дәстүрі мен заманауи мүмкіндіктерін қатар көрсетіп, тұрғындар денсаулығына қатысты жұмыстардың жалғасып жатқанын бір мәрте дәлелдеді. Осымен жаңалықтар легі аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.